бір ютубта ашып машинаға бір қазақша қазақ тілде бір обзор көрейін десең бәрі орысша, мүлдем қазақша видео жоқ, аз деп айтсақ болады. Енді мен танк 500 көлігім бар, соны іздеп қарайын десем барлығы орысша. Ойлап тұрмын да, бұл машина бір қызық шығар деп ойлаймын адамдарға. Өзім алғаныма 1 жыл болды. Осыған бір тест-драйв ретінде қазақша бір ютубқа бір обзор түсірсем қалай қарайсыздар? Қызық болушы ма еді? Жалпы осы уақытқа дейінгі өзім айдаған кездегі тәжірибем, шынайы пікір, отзыв дейді ғой. Соны жасасам қалай қарайсыздар? Егер де өтетін болса, осы танк 500-ге мен обзор жасап, ертең ютубқа видео түсірсем, ішінің барлығы плюстар, минустарын бәрін айтсам, қалай болады екен? Жалпы өте ма халыққа? Қызық па? Негізі қызық деп ойлаймын. Соның ішінде қазақша болса, қазақша қолдап жіберсеңіздер, егер осы видео рекқа шығып көп адамдар я түсір дейтін болса түсірейін. Одан кейін ол ютубта видео ұнаса барлықтарыңызға, онда бұны охотаға алып барамын, охотаға барып батпаққа салам, неше түрлі оффроудтарға салып тағы да екінші бөлім түсірсем. Қызық па достар сіздерге? Қалай қарайсыздар? Осы машинаны түсірсем. Одан кейін мына машинаны түсірсем. Алдында осы видео көп просмотр жинады. Бәрі бүйтпейсің ба, сөйтпейсің ба деп ақыл айтып отыр екен. Осыған да бір обзор түсіріп жіберсем. Қалай қарайсыңдар?